Сәлем достар, бүгін біз мятты шоколад тортын дайындаймыз. Өте ерекше торт, нағыз жаз мезгілінде дайындайтын торттардың бірі. Барлығын түсінікті етіп көрсетуге тырыстым. Менімен бірге болыңыздар. Бізге бұл жерде мята жапырақтары қажет болады. Менде 50 грамм. Бұл жерде сосын үстіне шекерін салып, растирать етіп, яғни езгілеп аламыз блендермен. Осындай міне қол блендері өте ыңғайлы. Бір езгілеп алғаннан кейін үстіне сұйық май құямыз. Және қайтадан бір келкі болғанша блендермен өткіземіз. Блендерден өткізіп аламыз. Мінекей бізде мята пастасы дайын болды. Өте әдемі, жасылдың әдемі қанық түсі. Бұл мятының жапырақтары менде свежий, жаңа жылынған, соғандай байланысты. Келесі бізге 5 жұмыртқа қажет, оны сарысы мен ақ уызын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын миксерде алдымен жай жылдамдықта, кейін жылдамдығын асыра бастаймыз. Және үстіне шекерді біртіндеп салып отырамыз. Французский меренгі болғанша соғамыз. Жұмыртқа мінекей ағарған мезгілде сарысын бірден екіден қосып, барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді астық пен разрыхлителді бір-біріне қосып, осылай араластырып аламыз. Мінекей біздің жаңағы дайын болған массамыз. Енді осының үстіне ұн мен разрыхлителді міндетті түрде ситадан өткізіп алып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Дәл осылай видеодағыдай араластыру қажет. Себебі біздің массамыз отырып қалмауы қажет. Сол жағын қарастыра отырып, ұнды бір-екіге бөліп салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей ұнның екінші бөлігін салып, дұрыстап тұрып, оны да араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді мятадан жасалған пастамызды толықтай салып, барлығын бірге жаңағыдай астынан үстіне қарай тағда барлығы бір келкі, яғни однородный болғанша араластырып аламыз. Мінекей қамырымыздың түсі өте әдемі, осындай түсті болады. Дайын қамырымызды формаға саламыз. Бұл жерде менде 18-дік форма. Мен жай ғана көзбен бөле салдым. Негізі весыға қойып, дәл 2-ге бөлулеріңізге де болады. Егер сіздің формаңыз 18-дік емес, одан жоғары болса, мөлшерін қалай есептеу керек екенін толықтай описаниеда қалдыратын боламын. Содан қарап алсаңыздар болады. Енді осы дайын тұрған қамырды 150 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз пісті, енді толықтай суытып аламыз. Енді шоколадный ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май, сливки және шоколад қажет. Сары май мен сливкиді микроволновкада ысытып алып, оның үстіне шоколадты салып, кішкене шоколад ергенше қойып қоямыз. Барлығын блендермен жақсылап тұрып араластырып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Шоколадный ганашымыз дайын болды. Оны енді әзірше кондитерский мешокқа салып, холодильникте суығанша ұстай тұрамыз. Келесі крем жасауға кірісеміз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны салып, миксерлеп,
Оның үстіне сливки құйып, барлығын микстерлеп, қоюланғанша араластырып отырамыз. Крем дайын болды. Енді оның азғантай бір бөлігін кондитерский мешокқа салып аламыз. Бисквиттеріміз әбден суыды. Енді оны формасынан осылай алып аламыз. Және ортасынан теңдей етіп бөліп аламыз. Неке біздің бисквиттер әдемі болып көтерілген, осындай. Мен осылай бетін тегістеп алам, себебі бисквитіміз кішкене қисықтау кеткен екен. Осылай арнайы пышақтың көмегімен бөліп алдым. Егер сізде ондай өткір пышақ болмаса, немесе формаңыз үлкендеу болса, пышақ түгелдей бөлмейтіндей, оны ортасын жіппен де бөлуге болады, кәдімгі істігетін жіппен. Менің басқа видеомда бар, ол жалпы қарап шығуларыңызға болады. Барлығы дайын болды, енді тортты жинауға кірісеміз. Неке осындай бисквиттеріміз түсі өте әдемі. Бірінші слойға осылай кремімізді толықтай түгелдей жағып шығамыз, және ортасына шоколадный ганашымызды құю үшін арнайы бортик жасаймыз жан-жағына. Шоколадымыздың бір бөлігін, яғни жартысын құйып шығамыз. Екінші слойға тек кремді өзін жағамыз. Бұнда шоколад болмайды, тек крем. Бұл бізде үшінші слой. Үшінші слойдан кейін арнайы формамен тортымызды қатайтып аламыз. Және тағы да бортик жасап, ортасына шоколадымыздың қалғанын құйып шығамыз. Бұл бізде соңғы слой. Осылай жақсылап тұрып басып жібереміз. Және қалған кремімізді түгел бетіне жағамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін пищевой пленкамен қаптап 4 сағатқа холодильникке жібереміз. Енді декорға крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудра және сливки үшеуін жаңағыдай араластырып аламыз. Өлшемдемесі барлығы описаниеде тұр. Азғантай бөлігін әдемілеу үшін алып қаламыз. Тортымыз 4-5 сағат тұрды холодильникте. Барлығы сіңіп қатты. Енді кремімізді осылай жағып шығамыз. Шпательмен жан-жағын, бетін барлығын тегістеп аламыз. Қалған кремге осындай жасыл түсті пищевой красканы қолдандым. Мятный торт болғандықтан жасыл түске бояуды жөн көрдім. Жасыл түсті тортымыздың жанына әрбір жеріне жағып шығамыз, және штапельмен барлығын қайтадан тегістеп шығамыз.
сонда осындай әдемі түр береді. Қалған креммен, осы жасыл түстегі қалған креммен бетіне әдемілеп гүлдер жасайтын боламын. Осымен тортымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің видеом ұнаса, мені қолдап, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, рахмет.